Бірінші дүние Адис мырзаны жұмыстан шығаруға болады ма? Просто НПА-ны сайтта тіркеу керек. Ол оның былай айтқанда ойына, қалауына қалған дүние емес. Ол просто салу керек. Ол оның жұмысы. Белгілі бір критерийден өтпегендіктен кадрды таба алмайсыздар ма? Яғни туыстық немесе туған жеріне қарап сондай бір шектеулер бар ма? Пандус мәселесін кім керек қарастырсақ? Ұят қой просто. Қайырлы күн, есімім Қуаныш, Қаскелең кезет. Жалпы қарасақ танымайтын адам жоқ қой. Сөйлепайдың оқырмандары бар шығар. Слишком позитив болғаннан кейін кішігірім сын мәселелер бар еді Бексұлтанымызға. Айтатынымызға қош келдіңіз Қарасай ауданына. Құдай қаласа жақсы еңбек етіңіз. Бірінші дүние Адис мырзаны жұмыстан шығаруға болады ма? Солай бастағым келіп тұр. Зам Аким ауданының осыдан 10 қазан күні бізде кәсіпкерлермен бірге дөңгелек үстел өткен еді. Жалпы Қарасай ауданының жалпы әлемдік статистикада орта және шағын бизнес кем дегенде 65-70% қалу керек. Қазір сіздің берген баяндамаңызда бар үлкен бизнес қана. Ол үлкен бизнес кез келген бір геополитикалық қақтығыстарға басқа дүниеге байланысты любой момент құлайды, как и бізге келген сияқты. Бірақ шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында кәсіпкерлер бірігіп 4%-дан 2%-ға түсіру мәселесін қолға алған еді. Адис мырзаның жауапкершілігінен өзіне көп алып, просто НПА-ны сайтта тіркеу керек. Ол оның былай айтқанда ойына, қалауына қалған дүние емес. Ол просто салу керек. Ол оның жұмысы. Соны салмады. Осыған байланысты қандай бір іс-шара жасауға болады? Әлде бүкіл қарапайым халық емес, бүкіл кәсіпкерлер болып, аудан әкімшілігіне барып, кішігірім ой пікірін айту керек ба? Яғни шағын және орта бизнесті қазір Қонаевта өткен жылы білесіздер, 2%-ға түскен 4%-дан. Енді Қарасай ауданында да сол дүниені жасасақ деп отыр. Жасасақ па деген ниетіміз бар. Ниетіміз бар. Адис мырзаға просто сайтта ілтірші деп айтсаңыз болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Кейін ауданның депутаттары оны уже қолдайды ма, қолдамайды ма екінші дүние. Бірақ ең аздан ол процедура просто. Өзіне міндеттелген жауапкершілікті істеу керек еді. И ол онлайн эфирде ма, Сөйлепайдың эфирінде буквально 4 күн ішінде салам деген. Қазір почти бір ай өтті. Жақсы. Осыма сұрағымыз. Тағы бір сұрақ бар. Мен жазып алайын, жазып отырамын да, соңын сізге ақын жауап. Кейін бізде кадр бөлімінде өте үлкен бір кемшілік бар ма? Себебі әлі дейін кәсіпкерлік бөлімінде адам жоқ, бәрі үй. Өзіңізде үй. Неге мен ақын бар? Ақын бар? Әкім тезірек емел жүрсін. Ол бөлік әңгіме, айтайын дегенім, неге көп бөлімдер, ЖКХ бөлімі бар үй. Белгілі бір критерийден өтпегендіктен кадрды таба алмайсыздар ма? Яғни туыстық немесе туған жеріне қарап сондай бір шектеулер бар ма? Жамбыл ауданынан күтіп отырмыз. Солай ма? Солай. Тағы да сұрақтар. Ендігі сұрағымыз осы жол қатынастары бөлімі, яғни сіздің біздің қаражатымызға салынған тротуарлар туралы. Қазіргі таңда бір Қарасай ауданы Қаскелең қаласының тұрғынының құқықтары тапталуда, есігінің алдында, воротасының алдында тротуар тұр, автокөлікпен кіріп шыға алмайды. Бұл мәселемен 2 айдай жүріп, жол қатынастары бөліміне барады, одан кейін архитектураға жібереді, архитектура акиматқа жібереді. 2 ортада бұл мәселені шеше алмай жатыр. Асқарова көшесі. Асқарова көшесі, жігіттер біледі, қателеспесем. Солай аламыз ба? Негізі біздің ақшамыз жоқ. Сіз былай істейік. Сіз сұрақтарыңызды қойып алыңыз. Менде сұрақ өте көп. Сізді жиналыстырып солмай жүрмін. Сұрақтарыңызды қоя беріңіз, мен сұрақтарыңыздың барлығын жазып алайын. Соңын ақырындап рет-ретімен ол сұрақтарға жауап берейік. Енді ең маңызды дүниелердің бірі ол мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Асылбек мырза да келіп отыр. Қазір Алтын ауылдағы үйлердің барлығы осы жекеменшікке енді былай тұрғындардың арасында өткеннен кейін Асылбек мырзаның өзінде құйылған ақшалары, қаражаттары босқа шығынға ұшырап жатыр. То есть цокольный этажда орталық бар еді. Енді мен айтайын дегенім, бірінші дүние
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бізде қай жерде жақсы бір орталықтар қарастырылған немесе қашан жасайсыздар сондай дүниені. Екінші дүние, мен қазір көтерсем, енді кәсіпкерлерде бір оң қолымен сол қолымыз ұрған боламыз, сол үшін кәсіпкерлер қайтадан қинаған боламыз. Сәуле апай ренжиді. Дегенмен де көптеген заңсыз құрылыстар бар. Енді кәсіпкер өзінің ақшасын құйғаннан кейін ешқандай шектеу жоқ. Салсын, не істейміз енді? Ол уже сол құжаттарды берген адамға, қабылдаған адамның жауапкершілігінде қалсын. Біз жазып жатырық, қойып жатырық, әкімшіліктерді белгілеп жатырық, әкімшілік ресми жазған жауаптарына сүйеніп жазып жатырық, бірақ соған қарамастан біз түбіне жету бізде мақсат емес. Ең азынан біз бұның несін беру. Айтатын сізге қатысты дүние. Жалпы белгілейміз посттарымызда просто қарап шықсаңыздар, нұр үстінде болады. Енді мен айтатын дүнием, мүмкін астанадан бір белгілі бір сигнал келеді. Сөйтіп салыну керек болады ол, ғимарат. Амал жоқ. Әртүрлі себептер бар. Сот арқылы үкім шығарады, түрінде заңдастыру керек. Бірақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, көп балалы аналарға, коляскамен жүретін адамды балаларға пандус мәселесін конкретно қарастырсақ, ұят қой просто. 45 градуспен қай жерге көтерілесің? Сәл болыңдар, ой келмей ойласаңыздар, мен ойымша ол жалғыз бізде Каспий банктары бұл мәселені қолға алған, прям пандусын жасады, одан кейін мобильный дүниелер қойды. Бірақ бұл нәрсені қолға алмасақ, бұл тағдыры кімге не келетін белгісіз. Сол үшін бұны Бекстарымызда біраз рұқсат берген кезде де, мақұлдаған кезде де, пандусқа просто вопрос ребром қойсақ. То есть әрбір баспалдар үшін 1 метр 200 сантиметр пролетта болсын деген. То есть биіктігің сенің 5 баспалдақ, онда 6 метр пролетсінде пандус болсын деген. И оны мемлекеттік мекемелерден бастаса. То есть ол нормативті. Пандус бар ма? Бар, галочка. Құлайсың ба, өлесің ба, өзің жұмысын дегенде бар. Енді мен сол сұрақтарыма жауап алайын деп едім, кәсіпкерлік бөлімінен бастап. Рұқсат етсеңіз, онда сұрақтарыңыз басқа да сіздерге сұрақтар қоятын шығар адамдар. Мен просто сіздің жауабыңызды қарайып, осы болды, бозып болмау үшін сұрап екінші сұрақ қоятын шығармын деген ба? Жоқ, бұл жерде көптің мәселесін бүйтіп нетуге болмайды, бір шетін айтшы. Воздухтағы басқа деген челюстьшілерің біледі. Жоқ, челюстьшілер емес, Бексұлтанымызда. Біз бір ай болмай айттық бұл дүниені. Бұл челюстьші емес, кәсіпкерлер алып келіп қой, челюстьші деп айтады. Воздух деп айтып айтпай-ақ қойыңыз, керек жоқ. Енді не қазір заңсыз құрылыс туралы, Бексұлтанымызда заңсыз құрылыс туралы әрбір жиналыста айтылады. Заңсыз жер телімдерін сату туралы әрбір жиналыста айтылады. Мен сізге жеке сізді Бексұлтан ретінде қарастырып жүрмін, сізді аудан әкімі ретінде айтып отырмын. Аудан әкімінің орынбасарымын мен. Онда тұрып кетсеңізші онда. Не үшін отырсыз қазір? Сіз қазір үй отырсыз ғой. Мен үй болып отырмын. Иә. Сіз аудан әкімі деп адамның қызметін өйтіп нетпеңіз. Мен аудан әкімінің міндетін атқарып отырмын. Мен сол үшін аудан әкімінің өзінің орны бар. Дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Орны бар. Дұрыс. Мен сіздің қазір позицияңызға қарай сұрақ қойып жатырмын. Иә. И бұл сұрақ сіздің алдыңызда болған аудан әкімі демей деп қойылған. Бірақ бұл мәселе шешілмеді, соны айтып жатырмын. Сіз жеке өзіңізге алмаңыз. Жақсы, келістім. Енді қараңыз, қысқаша айтып өтейін. НПА бойынша жаңа сіздер айтып отқан 4%-дан 2% ауыстыру туралы. Сіздермен мен білуімше, мен енді бұл саланың жетекшісі емеспін, жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз, Сәділ Шәріпбекұлы бізде аудан әкімінің орынбасары, экономикалық мәселе бойынша жаңағы жауапты аудан әкімінің орынбасары. Менің естуімше сіздер облыстық салық басқармасынан келген түсіндіру жұмыстарын жүргізген, соның шешімінде сіздерге қарастырамыз, әлде нақты шешімін берген жоқ деп естідім. Давайте еще аудан салық бөлімінен адамдар сұрақта ол қазір опять озып қойды сіздің. Ол жердегі жұмыс айтсын мырзаның. Просто сайт НПА-ны білесіз ғой. Просто сайтқа қойып, оны голосование салып. Дұрыс айтасыз. Мен соны жұмыс істесіз, басқа ешкім істемей қойсын. Жақсы, хорошо. Келістім. Жоқ, сіз сол нәрсені қаласаңыз мен солай істеймін. Қараңыз. Мен бұл туралы ақпарат алдым. Басқа аудандар туралы жаңағы айтылып отыр. Ол Жамбыл ауданында мен оны осыдан бір жарым жыл бұрын сол жақта істеген кезде осы мәселе көтерілгенін есімде бар. Ол мәселе көтерілгенін қолдау тапқанын да білемін. Сол сияқты басқа өңірлерде де қолдау ақындар бірте-бірте табылып жатқанын да естідім.
Сондықтан осы мәселені бүгінгі жиналыс болады деп, және де осы жиналыста осы мәселе көтеріледі деген мәселені осы айтқан болатын Шәріпбекұлына. Тиісті жаңағы экономикалық және де қаржы басқармаларының жаңағы Сіздер аудан әкімінің міндетін атқарушы Бексұлтан Ақылбекұлының мына қаланың бір жылдық жұмысының есебі туралы тыңдауға келдіңіздер. Мына чошаңдап қайта-қайта шыға берген адамдар кімдер бұлар? Ят қайда? Неге отырмайсыздар? Неге айқайлайсыз? Значит, қызық емес болып жатыр бұларға. Неге айқайлайсыз? Сіздер, наоборот, қашанға айтамын мен, общественный совет, депутаттар, шалдар уже орындарыңызды босатсаңыздаршы, жастарға орын берсеңіздер, сидите тут еще будете диктовать. Неге айқайлайды? Кетсін шалдар, жастар келсін уже. Кетіп жатыр ғой, ұят қой мына. бұл кісінің еңбегі бар бұл ауданға. Ну хорошо, еңбегі бар, енді пусть демалсын, жастарға орын берсін. Ну сколько можно сидеть? Шарп саламыз да сонда үлкен кісілерден ақыл сұраймай қаламыз ба, Сәулет Қожайыннан? Ақыл сұрайтын жетеді адамдар қазір. Біздің ақсақалдарымыз бар, сол кісілерден пока ақыл сұрайтындай направлениеміз осындай. Мемлекеттік органның пока қасында жүрген осы кісілер аман болсын. Бексұлтан, мен былай айтайыншы, жұмысын жеңілдетейін. Былай айтайыншы просто. Ол қазіргі налоговый режим, налоговый режим 31 декабрь күні жоқ болады. Сөздің шыны керек. Просто оған қалған дүние, просто публикация жасау. Одан кейін өздеріңіз өте жақын танитын депутаттар бар. Олар отказ бере алады. Любой нәрсе, то есть отказ беретін ресми жолдары өте көп. Егер сіз кәсіпкерді қолдамайтын болсаңыздар. Біздің айтып отқан талабымыз просто бар бір-екі клик жасап, сайтқа тіркеңдерші болды. Әйтпесе сендер соншама кәсіпкерлер келіп дөңгелек стол жасап жатыр, мәселесін айтып жатыр, бетіне қарап түкіргенмен бір дейді. Иә, ертең 4 күннен кейін саламыз, сонда қақпайым халықты езіп өтесер ғой вообще. Значит, сверху давят, а здесь так отличный работник. Давят сверху. Не, ну не знаю, давит, не давит. Все районы подписали, все районы согласились. Хорошо. Ертең публикация жасасың, Мен бүгін одан кейін қойып сайтты тиісті органдармен тағы бір ақылдасайын. Не үшін ақылдасасыз? Ғаният Қылыш. Мен сұрағым қойыңыз, қараңыз, сіздерде қазір қараңыз. Акимат коллегиальный орган. Нет. Акимат сам не может принять все решения. Чтобы решить, Акимат должен сперва опубликовать. Сіздің жұмысыңыз бүгін мынау отчетты жасау керек. Сізге қалған дүние ма отчет жасау жасамау? Жоқ, тоқтаңыз. Қуаныш мырза, Мен сізге айтамын. вы тон сбавьте. Не, қараңыз. Сбавьте, пожалуйста. И айтыңыз. Давайте бір-бірімізді тыңдайық. Біз деген ел алдында сөйлесіп отырмыз. Сіз екеуміз мәдениет көрсетіп отырмыз ғой сізге. Бексұлтан мырза. Сіз мен сізді көремін. Жоқ, көп дүние айтасыз. Бексұлтан мырза, сізмен түсінбей жатқан мен сізді түсініп отырмын. Мен ақылдасуым керек болып тұр. Мен сөйлесейін. Ақылдасатын не жоқ бұл жерде. Налоговая поддерживает народ. Налоговая поддерживает народ. Не, ребята, подождите. Айдос мырза, Бексұлтан мырза, тыңдаңызшы, мен сізге даусым жай айтайын. Мысалы, осы бір плановый жиналыс бар, иә? Отчетный период. Бұл жиналыс болу керек деген нәрсе бар ғой. Сіз ауырып қаласыз ба, кемей қаласыз ба, боласыз ба, сізге қалған дүние бұл нәрсені ұйымдастыру. Сіз барып коллегамен ақылдасып, облыс әкімімен ақылдасып, мен жиналыс жасамай қояйын деп айта алмайсыз ғой. Сол сияқты дүние Айдос мырзаның бөліміне, кәсіпкерлік бөлім, уже бүкіл процедура жасалынып болған, оны просто сайтқа ілу керек, точка. Ол ақылдасатын дүние емес. Содан кейін ақылдасасыз. Мен былай істейінші. Мен түсініп алдым ба? Бағанадан бері осы где-то бір 20 минут бойы екеуміз ғана дискуссия жасап отырмыз. Кешіріңіз. Өйткені 20 күн бойы кәсіпкерлер қиналды. Жеке қабылдайын. Жеке қабылдамау. Жоқ, жеке қабылдайын. Себебі мына мәселелер бар. И, пожалуйста, мына жерде жаңағы Сәулет Қожайынды түсіріп отыр ғой, как раз. Онлайн түрде сол жерде жауап беремін. Каждый сұрағыңызға. Себебі мына халықтың барлығын бір сұрақпен ұстап отырмай. А болды ғой. Дұрыс. Қосымша сұрақ қойғысы келіп тұрғандар бар. Қуаныш мырза, біз бір-біріміздің уақытымызды тиімді пайдаланайық. Шын жүректен айыпқа бекітіңіздер. Егер соқтарың қатты ауырып болса, бұл халықтың мұқтажы. Жұмыс бабында. Одан кейінше біз халыққа көшеге шықпаңдар, жаймен түсіндіріп айтыңдар, жазыңдар деп айтамыз. Сол үшін дөңгелек столға мен көзімде барғанмын. Осының дүние болмау үшін біз сізге келіп айтып жатырмыз. Шешім қабылдамау ол сізге алған дүние. Рахмет, айтып бермеңіз. Мен негізі сізге айтайын. Сіз көптеген осы ауданның шаруаларына қатысып жатсыз ғой. Және де осы мәселеде өзінің жаңашылығыңызды білдіріп жатқаныңызды түсінемін. Жалпы сіздің позицияңыз, жалпы әкімдіктің
жалпы көп функцияларын алып, кейбірде осыны алып, тазалық мәселесін айтасыз, мына тазалықтың культурасын айтасыз, жалпы мына қаладағы көптеген мәселелерді көтеріп отырасыз ғой, сәулет қожайын екеулеріңіз. Ол деген бізде 366 мың халық бар, 209 госслужащий бар, оның барлығымыз күнде ана жерде барып көре бермейміз ғой, себебі енді күнделікті адамдар келіп отыр. Бірақ енді сіздердің жаңа стористарыңыздан, сіздердің салып отқан материалдарыңыздан бізге де көптеген мәселелерді шешу жолдарына көптеген көмек бар. Сондықтан сіздердің тек қана қызметтеріңізге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Қазір екеуміз бірге қалып. Жоқ, былай айтсайшы, ертеңнен бастап бүкіл ғимараттарды қарайық. Айдықтың сыртадан бойлауыз, біз конкретно пандусқа қатысты пройдемся. Все, болды. Хорошо. Сол үшін беріп, как раз жанынан келдіңіз. Абай айтып Айтып бердіңіз.